Тақырып өнер көкке жеткізер. Өнер адамзат мәдениетінің басты көрсеткіші. Ол адамды ойлануға, сезінуге, қиялдауға, өзгенің өмірін түсінуге үйретеді. Өнерсіз қоғам, жаны жоқ тән секілді. Өнер адамды тәрбиелейді, ізгілікке баулиды, жанын тазартады. Өнер көкке жеткізер деген тіркес өнердің адамның рухани биікке жетелеуші күш екенін айқындайды. Көне дәуірден бері әрбір халықтың тарихында өнер үлкен орын алған. Мысалы, көне түркілердің тасқа қашалған жазбаларының өзінде эстетикалық мән бар. Ал қазақ халқының күйі мен жыры ұлт рухының биік бейнесі. Өнер қоғам дамуының қозғаушы күші. Ол қоғамның ойы мен мінезін, идеясын және болмысын бейнелейді. Театр, кино, әдебиет, бейнелеу және қолөнер. Бұлар ұлттық мәдени айнасы. Мұхтар Әуезовтің еңлік кебек, Қаракөз сынды туындылары арқылы қазақ рухы бейнеленіп, адамгершілік пен махаббат мәңгілік тақырыпқа айналды. Қазақтың ұлттық өнері халқымыздың тарихы мен тағдырының айнасы. Домбыра үні, қобыз сарыны, киіз үйдің өрнегі, бәрі де терең мағыналы мәдени код. Халықтың ауыз әдебиеті, жыр, терме, айтыс, ұлт рухын сақтап келген. Мысалы, Біржан Сал, Ақан Сері, Жаяу Мұса, Ықылас Дүкенұлы сияқты өнерпаздар ел рухын асқақтатты. Олардың шығармалары тек әуен емес, рухани тәлім-тәрбие мектебі болды. 21 ғасыр, цифрлық дәуір, бірақ өнер өзінің құндылығын жоғалтқан жоқ. Бүгінгі таңда театр мен кино, музыка мен бейнелеу өнері жаңа технологиялармен үндесіп, жаңа бағытқа бет алды. Қазақ эстрадасы мен киносы да өркендеп келеді. Көшпенділер, Томирис сияқты фильмдер ұлттық рухты әлемге танытты. Өнер адамзат баласының ең асыл мұрасы, рухани биігі. Ол адамға қанат бітіріп, көкке жетелейді. Өнер көкке жеткізер деген сөз өнердің мәңгілік өмірге бастайтын күш екенін айғақтайды. Назарларыңызға рахмет, қош сау болыңыздар.